Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен біз Қазақ Кезет арнасы. Бүгін біз сіздерге еліміздің патша үкіметіне отарлану жайлы айтатын боламыз. 1731 жылы кіші жүз ханы Әбілқайырдың Ресей империясына қосылуынан басталды. Осы жылдардан бастап 2 ғасырға созылған отарлау нәтижесінде еліміз толықтай отарланды. Орыстар әрбір өңірді болыстарға бөліп, көтерілістерді жайлап басып отырды. Кейбір ағартушылардың арасына от салып, бір-бірімен қырылыстырып пайда көрді. Халықтың мал жанын тартып алып, Мәскеуге жіберіп отырды. Әкім-сымақтарға арнайы сыйақы дайындап, өз айтқандарын орындатқызып қойды. Оларға қарсы шығып соғысқан батырларымызды өлтіріп қана қоймай, түптеріне жетті. 1820 жылдан кейін қазақ арасында Кенесары хан танылып, елді азат етуге кірісті. 10 мың атты әскерімен Ақмола қамалын өртеп, Ташкентті басып алған. Осылай өзінің туып өскен қазақ жеріне атой салып азат етпек болды. Бірақ ғұмыры қысқа болып қаза болды. Өлімі жайлы естісек, қазір-ақ қырғыздарды қырып салғымыз келеді әрине. 1847 жылы Кенесары хан қырғыздарды өзіне қосып, орыспен соғыспақ ниетте қырғыз жеріне 10 мың әскерімен аттанады. Барар түнде ұлы жүз батыры Сыпатай 20 мың әскерді бастап қашып кетеді. Хан кене бар жоғы 500 әскерімен қалып, қырғыздарға барады. Қырғыздар қосылуға қарсы шығып, Кенесарымен соғысады. Орман Манап ханымыздың басын алып патшаға жібереді. Ол үшін патша бір дорба алтын және мадақ қағазын береді. Осылайша Орман Манап дала заңын қорлайды. Түркі елі бола тұра қиындықта сатып кетті. Қазірде Кенесары ханның басы Мәскеу музейінде сақталып тұр. Бұдан кейін ешкім орысқа қарсы шыға алмады. Сөйтіп 1991 жылға дейін орысқа бодан болып келдік. Сондықтан қазіргі бейбіт күнімізге шүкір етейік, ағайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылыңыздар.